Егер сіздің мамандығыңыздың маңызы неде десе, қалай жауап берер едіңіз? Сіз үшін тамақ жай ғана ас па, әлде өнер ме? Мен үшін ас пісіру үшін де өнер керек. Оған бар махаббатын салуым керек, дәмдет пісіруім керек. Сіз үшін би ұғымы нені білдіреді? Мен үшін би өнері өнер деп білемін. Және де жан мен тәннің жаңағы үйлесімін тауып, әдемі қимыл қозғалыс деп. Мұғалім болу жай ғана жұмыс па, әлде жауапкершілік пе? Мұғалім болу бұл жай ғана жұмыс емес, ол үлкен жауапкершілік. Өйткені күнде былайша айтқанда әрдайым алдында 20 баладай отырады, 20 балаға білім беру, өзін үлгі көрсету, яғни болашаққа деген жол ашу деген сияқты әртүрлі қадамдар болады. Халық үшін сіздің жұмысыңыз маңызы қандай? Халық үшін менің мамандығымның жұмысы өте жоғары. Себебі мен адамдардың денсаулығын жақсартуға және олардың денсаулықтарын қалпына келтіруге өте көп күш саламын. Және де өте оңай жұмыс емес тіс дәрігері болу. Себебі ол қалай айтса болады, бір маңызды жұмыстардың бірі, адам денсаулығындағы ең маңызды нәрселер ол тіс болып табылады. Сіз үшін жұмысыңыздың маңызы неде? Мен осы Тасқала бойынша 15-ші өрт сөндіру бекетінде жаңа өрт сөндіруші құтқарушы лауазымын атқарамын. Осы 15-ші өрт сөндіру бекетінде 10 жылдан астам жұмыс жасаймын. Біздерде енді өрт сөндіру төтенше жағдайлар кезінде адамдардың өмірін құтқару біз үшін өте маңызды. Және де біздің өрт сөндіруші лауазымына өте үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Жаңа адамдардың өмірін сақтап, төтенше жағдайлармен күресеміз. Рахмет. Әр мамандық бір тағдыр, әр мамандық жауапкершілік. Болашақ таңдаған кезде өз жүрегіңді тыңда. Ал сен болашақта кім болғың келеді?